Ақымақ дос ертегісі. Бір мырза орманнан бір аю баласын ұстап алып, үйіне алып келіп, сонша жақсы күтіп асырапты. Бір күндерде мырза қатты ауырып, бір айдай төсектен тұрмай жатып, сол уақытта аюды да қараған кісі болмай, бұл да қатты жүдеп зарығыпты. Аурудан аз ғана тәуір болған соң, мырза бір күні далада есік алдында отырып, күннің жылуымен маужырап қалғиды, бірақ маңдайына, бетіне шыбын қонып шыдатпайды. Соның бәрін банағы аю көріп отыр екен. Мырзаға тыныштық бермегені үшін шыбынға қатты кейіді. Сөйтіп, аю ыза болып жұлқынғанда шынжыры үзіліп кетіп, жүгіріп барды да мырзаның бетіне табанымен салып қалғанда, мырза қалпақтай ұшып, сол жерде-ақ жан тапсырды дейді. Бұл іс Дәуіт пайғамбардың заманында болған екен. Аюды халық пайғамбарға сүйретіп алып барады. Бұған қалайынша жаза береміз, деп Әзірет Дәуіт аюдан сұрайды. Не себептен қожаңды өлтірдің? Аю жылап айтты дейді. Қожам мені баласындай күтіп, асыраушы еді. Ол ауырған уақытта мені күткен кісі болмай, қожамның жазылуын тілеп зарықтым. Бүгін сол аурудан тәуірірек болып, қожамның далаға шыққанына қуанып қарап тұрғанымда, мырза есік алдында отырып қалғиын деп еді, шыбындар тыныштық бермеді. Соған ашуым келіп ұрғанымда, қожам не себептен екенін білмедім, өліп қалды. Мен қожама қастық ойламадым, шыбынды қырайын деп едім, дейді. Ертегінің соңы.